Сәлем достар, сен күнмен Абилгау және бүгін біз Крабсман ойнамаймыз. Бүгін реакция болады, бірақ мен лицосыз түсірем. Ендеше бастайық. Мен деген өзімнің бұрынғы видеоларыма реакция жасаймын. Осы қараңғылық деген видео қараңыздар. Ол жерде мен 5 лайк жинауды сұрағам. Міне, давайте осы видеода 5 лайк жинайық, екінші серия болады русском. Давайте на этом видео наберем 5 лайков и будет вторая серия. Солай деп сұрағам, бірақ қанша лайк екенін білесіздер ма? Бірақ қана лайк. Тіпті өзіме лайк қойып қойыңызшы достар. Ендеше бастайық. Абилгау және бүгін біздің достар мынау менің ауылды дәу қараңғылық басты. Бүкіл историяның бәрі біздің жителдермен бірге бір. Достар, мен ол кезде кішкене шатасып кеттім. Ол кезде бір бәрі ұйықтап жатқанда, сосын оянғанда қараңғы болып кетті. Оны ешкім түсінбеді. Бір нәрсе шығарып едік, сосын ол деген бүкіл жерді жауып тастап қараңғы болып кетті. Енді біз қалай выживание жасайтынымызды білмейміз. Сол үшін достар, былай мен бұрынғы даусыма мән бермей-ақ қойыңыздар. Қазір мен деген дауысын азайтып Крабсманды түсіремін. Артық осы внутреннийдағы дауыстар кедергі жасамау үшін. Және де осынша факел сатып алып үлгердім. Бәрі сынбайтын нәрсемен жабылып қалды. Және достар, бұрын деген менің заттарым осылай жататын, ал қазір білесіздер қалай екен. Нормально. Шығуға бүгін тырысатын боламыз. Айтпақшы, менде телефон бар бүгін. Тамақ пока что менде жоқ. Тамақ алып келейік. Конечно жоқ. Қараңғы әлемге. Достар, мына жер қараңғы екен қатты. Достар, ана жақтағы отверстияларға мән бермеңіздер. Олардың бәрі деген мен деген айтып үлгермедім. Сөйтіп деген олар деген өздері жабылып қалды. Короче, сіздер түсіндіңіздер. Ал факелдар керек болады қазір. Міне осы жерге. Жақсы, осылай. Видеоларға реакция түсірейік. Давайте кеттік. Мен бәрін паузада жасаймын, әйтсе реклама шығып кетсе. Міне достар, мен кеше салған видео. Қандай күшті күн. Қайдамын достар? Сәлем достар. Сәлем күн, мен Абилгау және бүгін біз Крабсман ойнаймыз. Және мен бір комнатада пайда болдым, және менде қылышпен осындай бол. Білмеймін ол не екені. Достар, сіздер мұны көрген шығарсыздар. Міне мына жерде таңба тұр. Осы нәрсе, осы мы деген осында тұрсы, демек ол оригинал деген сөз. Сосын болашақта деген мен мына жаққа қоюым мүмкін, мына жақта даже мына жаққа қоюым да мүмкін. Мына жаққа. Демек 6 Абилгау болады. Ал болашақта келесі Абилгауды қалай 8 еткенімді білмеймін. Мына жерлерге мен бір жерге қойып қоям, короче. Ары қарай кеттік. Жарайды. Мынауға барып көрейік, давайте. Ай. Жоқ, анау дұрыс емес. Вообще бедро тұр. Ай. Мүмкін мына жерге емес, анда барармыз. Келмен. Достар, жошып кеттім ғой. Қайда түстім мен? Қайда болдым? Жоқ, мына жер емес. Қорқып кеттім ғой достар. Капсуласы видеосы болып кетеді. Қараңыздар достар, барьердей блоктармен жүретін сияқтымыз осындай. Біраздан соң достар. Ой. Достар, мен түсіме алдым жаңағына осындай 2 қана тұрады. Енді 4 болып кетті, жарайды. Достар, мен білем мұнаны. Бірге келе жатыр. Бізге развиваться ету керек. Достар, мен білем, комната деген приваттатор әйне. Өйткені мынауды читер немесе грифер жасау мүмкін.
немесе вообще админ жасауы мүмкін. Админға не істеп қойдым мен? Оған жаман. Ол білмейді. Ол читер болуы мүмкін, достар. Немесе вообще грифер. Грифер? Болады. Грифер. Мен енді достар екінші верстак жасамайтын шығармын. Егер менде екінші тағы да бір верстак болса. Еще деген мұнда қылыш тұр, сол үшін жасаудың қажеті. Ана даладағы дауыстарға мән бермеңіздер, достар. Сіздерге естіліп тұр ма? Иә, достар, маған естіліп тұр, сіздерге білмеймін. Мен естіліп тұр ма, мен білмеймін. Даладағы дауыстарға мән бермеңіздер, достар. Сіздерге естіліп тұр ма? Иә, достар, маған естіліп тұр, сіздерге білмеймін. Мен естіліп тұр ма, мен білмеймін. Бірақ мына дауыс деген стримда да кедергі жасамасын, бірақ болашақ. Соны айтам. Сосын достар, стримда не ойнаймыз өзі? Оңқ ойнаймыз. Крафт ойнаймыз. Достар, мен бұрынғы видеоларыма реакция жасаймын. Угол бар. Уголды қайдан табан жүрдім. Енші барып плавить етіп тастады. Достар, мен деген бір... Достар, мына жерде мен осы жерде паузаға қойып істемедім. Анандай паузаға қойып алмадым. Ана 3 железаным не. Демек бұл нормально деген сөз. Таптым, мұнда жерге қойып бірдеңені салып, аламыз ингредиентті. Сосын де ол жерде бұлай плавильный болып бар жатқан. Короче, достар, сіздер түсінбеген шығарсыздар. Мына жерге мен деген, короче, осы видеода мына жерге мен железа қойып, ол деген тік деп бар жатқанда мен оны алдым да, сосын ол деген деп шығып бара жатты да, сосын алдым, сосын деген келесіне қойдым да, сосын деген уголім кетпей жатқанда жылдам алдым, сөйтіп деген ол осылай келді де, осы жерде железо слитік, сосын келесін дәл солай істедім. Короче, түсінбедіңіздер ме? Жарайды, түсінбедіңіз. Затты аламыз болды. Бірақ ол деген білмеймін сіздерден істеймін ба білмеймін. Жарайды. Бірақ мына кирканы потом алып тастау мүмкін, алмазныйды. Алмаз. Мына ойында алмаз деген кішкене прикольно көрінеді екен, жарайды. Алайық. Енді жылдам обсидианды сынды. Достар, мен жаңа ғана немен жүрдім? Мына ойынды песокмен жүрдім бе, немен? Райық. Ол не сынды? Давайте. Тағы да біреу сынды. Достар, қайда кетіп қалды заттарым, жарайды. Достар, мына ойын. Конечно, кетіп қалды. Сен паузада деген бірдеңе бәрін лақтырып тастаған десеңші, немесе күйдіріп тастадым десеңші. Бірақ олай болмағанда шығыр, қайдан білем. Достар, өздеріңіз тауып көріңіздер мына жерде. Ол деген ол шынымен тастай салды ма лаваға, немесе безнаға, бағанағы, немесе жоқ болып кетті ма? Білмеймін. Қиын испытаниялардың бірі. Ой, достарым, мынау енді опасно. Қанша күн бұрын шықты? Жарайды, өттім. Ай. Shift деп ана компьютердағылар айтады ғой. Давайте, достар, анда барамыз ба? Қайда барамыз? Давайте анда барайық. Фух, секірдім. Мынауда бір, достар, қауіпті испытание білмесеңіздер. Иә, достар, мынауда қауіпті испытание. Мен жаппаймын. Майнкрафтта деген мынандай железный прутьялар деген лаваның қасында тұрса киіп, езіліп кетпейтін шығар енді. Ай, анда барайық жылдам, достар. Достар, мына комната деген тоқтап. Енді қайда барамыз? Давайте осында. Немене? Достар, мен айналып шықтым ба? Қалай? Достар, мен ана жақта болдым. Сосын ана жаққа бардым, сосын ана жақпен бұлай келіп, сосын осылай айналып шықтым. Сіздерге қызғаныш болып кететін шығар, достар. Давайте осы жерге. Мына жақта бұл достар вообще болмадым. Давайте тазалап тастайық. Туй.
Сынды маған ол түспеді. дейді. Мынау не тағы бес. Мынау не тағы? Достар қазір бірдеңе Достар ма, жаңа комната ғой. даусын Мынау да тоже басқа нәрсе. айтсын, анда даусын әшейіне бар. естілмей қалсын не. Мынау обсидиан ғой, достар. Ха-ха-ха, жители. Достар кешіріңіздер. Жарайды. Жақсы, достар. Достар, олардың не жазғанын көрейік. Артықонда не ойнап тұрғанын сұрамаңыздар. Жители, пранк. Өздеріңіздер түсінесіздер. Ха-ха-ха, с 1 апреля это пранк бесконечной комнаты. Ха-ха-ха, это код для возвращения в город или в деревню номер 15. 15, 15, 15. 15, 15, Мен 15. деген көп ютуберлерден көрдім былай музыка, бір қызықты музыка деген видео бітейін деп жатса, ойнайды екен. Міне 2 минуттан кейін бітеді мына видео. Жақсы жазайық, достар. Не? 15, 15, 15. деген дауыс кейде білесің. Қайтарсаңшы. Ха-ха-ха. Мүмкін деген мынаған деп подписать ету керек шығар. А бірақ деген ол жерде подписать етудан ештеңе жазылмады, жаңа код жазды деді ғой. Ха-ха-ха, ты не можешь вернуться. Достар, мынаулар еще не үшін орысша сөйлеп кеткен? Иә, соны Қазақтар емес па бұлар? Сонда қалай шығам, достар? Қазақтар емес па не? Достар, қалай шықсам болады? Не істесем болады? Ай-ай-ай-ай. Ақырындап бар. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мен қазір деген мына үйден. Достар, мынау жер емес па? Ақырындап. Мен деген видео түсіреткенімді білесіздер ғой. Краудсманда қазір деген мен видео түсіріп жатырмын, бірақ түсірмей жатырмын. Ол жерде мен деген, ноутбукпен отырым, десек болады, көріп отырым сөйтіп. Компьютерда ма сондай бірдеңеде отырым, 3 мониторлық, бірақ шынайы өмірде жоқ. Жарайды, түсінбедіңіздер, мен деген әзіл үшін айтсын. У нас испытание ұнатпаймын, достар. Иә, мен де ұнатпаймын испытание. Бір жылды күту деп аталады онда. Достар, қалай шығам мынадан? Демек келесі жылы 4 апрель болғанда осы видеоны қайтадан қайталап түсіреді. Мен қалай шығам, достар? Достар, мен қалай шығам? Бесконечные комнаты ғой бір. Жительдеріне бір. 1 апрель ертең оларға как мне оздоровиться? Иә, олар деген болашақ. Достар, қалай өтем? Қалай өтем мынаны? Қалай өтсем болады? Достар, давайте мен синтитол болайын мына жер. Мен деген, достар, ол кезде идея келді, книжный полкалардан қарауға. Мен деген ол жерден тима бірдеңе тауып аламын деп ойладым, бірақ орнына креатив тауып алдым, прикиньте. Достар, маған творческий Енше сау болыңыздар, достар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, сіздермен күнмен болған Абилгау, сау болыңыздар.